Сәлеметсіз бе балалар? Сәлеметсіз бе балалар? Балалар, біз бүгін сумен тәжірибе жасап үйренеміз. Кәне бізге тәжірибе жасау үшін Амина не керек? Бізге не керек? 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқа керек. 3 стакан су керек. Және 1 қасық және тұз керек. Ал енді тәжірибе жасайық, бастайық тәжірибемізді. Ал бірінші стаканға біздер жұмыртқаны салайық. Сала ғой. Ала ғой, суға сала ғой. Жұмыртқамыз не істеді? Суға батып кетті, иә? Көрдіңдер ме? Жұмыртқа тығыз болғандықтан суға батып кетті. Ал енді екінші стакандағы суға біз 1 қасық тұз саламыз. Тұзын сала қойшы. Араластырып жібер. Міне тұзды суы. Енді осы тұзды суға біз қазір нені саламыз? Жұмыртқаны саламыз. Ал, қане салып көрейік. Сала қой. Міне жұмыртқамыз не істеді? Суға батып кетті, иә? Жарайсын. Ал енді біз 3 стакан көрейік. 3 стаканда суға біз 3 қасық тұз салайық стакандағы суға. Тағы сала ғой. Көйік сал. 3 қасық тұз салдық, е? Енді осыда бастырамыз. Енді 3 қасық тұзды суға біз жұмыртқамызды салып көрейік. Біз су мен жұмыртқаның сыйымдылығын өлшеп жатырмыз. Мына жерде міне жұмыртқамыз тығыздық болды, иә? Ал мұнда енді қарашы, жұмыртқамыз батпай тұр, міне. Бұдан тұздан көрінбей тұрған кейін, енді 3 қасық тұз салынғанын суға жұмыртқамыз не істеп тұр? Қараш, батып тұр ма, жұмыртқа батпай тұр ма? Қарай оны жерінге. Көрініп тұр ма? Мұнда жұмыртқа не қылып тұр? Суға батып тұр ма? Батып тұрған жоқ, е? Мұнда қара. Мұнда жұмыртқа батып тұр суға, е? Екінші неде. Ал мұнда үшіншіде суға батпай, е? Өйткені тұз неше қасық тұз салдық біз оған? 3 қасық тұз салдық, е? Көрдің бе? Мұнда тұздың сыйымдылығы көп болғасын жұмыртқа батпайды екен. Жақсы, біз сонымен не тәжірибе жасадық біз, Амина? Ал енді біздің бүгінгі жасаған тәжірибеміз осымен аяқталды. Рахмет.